Бүгін қазақ әдебиетінің классикасына Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» повесіне бірге саяхат жасайық. Бұл, білесіз бе, жай ғана шығарма емес. Бұл қазақ даласындағы ең мықты, ең жарқын әйел бейнелерінің бірі туралы хикая. Ал кеттік, осы керемет оқиғаның қыр-сырын бірге ашайық. Бұл повесть шын мәнінде жай ғана бір оқиға емес. Ал ең қызығы, осының бәрі бір ғана ұмытылмас кейіпкердің тағдыры арқылы баяндалады. Ал енді оқиғаның дәл ортасына сүңгейік. Көз алдымызға алып келейікші, шексіз кең байтақ қазақ даласы. Сол далада астында аты жер қайыстырған айбынды да бай Есеней би өзінің сансыз жылқысына жаңа қыстау іздеп келеді. Оның көңілі жай, өйткені бұл жердің қожасы өзі. Бірақ дәл осы сәтте тыныштықты бір жас салт атты бұзады. Бір қарағанда жай ғана бала сияқты. Бірақ бұл бала үш кедей отбасының жерін қорғау үшін Есенейдің нөкерлеріне жалғыз өзі қарсы шығып, жолын кескестейді. Міне қайсарлық, әрине жағдай бірден шиеленіседі. Есенейдің адамдары жас шабарманды қорқытпақ болып, сөзбен де, көзбен де қысым жасайды. Бірақ ол мызғымайды, қайта бетінен оты шығып, тік тұрып жауап күтеді. Бір адымда кері шегінбейді. Ал Есеней, ол керісінше таң қалады. Осы бір өжет баланың батылдығы оның есіне 20 жыл бұрын шешектен қайтыс болған екі ұлды есіне түсіреді. Сол сәтте қарт Есенейдің жүрегіне бірден әсер етеді. Ол мына отты жастың бойынан жай ғана қайсарлықты емес, бәлкім өзінің жоғалтқан үмітінің ұшқынын көреді. Жақсы, бірақ бұл батыл салтатты кім өзі? Жұмбақ қой, иә? Есенейдің қасындағылар да бір қызықты байқай бастайды. Баланың өткір жанары, сымбатты қимылдары, бәрі де әйелге тән нәзіктікті аңғартып тұрғандай. Сөйтіп, ақиқат сәті де келіп жетеді. Есенейдің серіге Түркімен Мүсіреп тоқтаңдар, бұл қыз бала ғой, деп таңданысын жасыра алмайды. Иә, бұл елге сыйлы Артықбай батырдың қызы Ұлпанның дәл өзі еді. Ал Есеней үшін бұл жаңалық төбесінен жай түскендей әсер етеді. Осы бір қайсар қыз оның бар ойын жаулап алып, ұзақ жылдар бойы ұйықтап жатқан жүрегін оятып жібереді. Ол Ұлпанның сұлулығына немесе ақылына ғана емес, ең бастысы оның ешкімге бас имейтін асқақ рухына ғашық қылады. Осылайша оқиғамыз мүлде жаңа арнаға бұрылады. Араларындағы жас айырмашылығы 40 жыл болса да, Ұлпанның қайсар рухына тәнті болған Есеней оған үйленуге бел буады. Бірақ мына сөзге өте мұқият назар аударайықшы. Бұл жай ғана келісім емес. Осы бір әңгімеде Ұлпан олардың некесін тек екі адамның қосылуы емес, бүкіл Сибан руының болашағы үшін құрылған серіктестік ретінде қарастыратынына анық көрсетеді. Ол өзінің шартын бірден батыл түрде айтады. Бұл оның кім екенін көрсетеді. Ал Ұлпан әрине жай ғана бидің әйелі болып, төрт қабырғаның ішінде қалып қоймайды. Жоқ, ол өзінің өткір ақылы мен әділдігін бүкіл халықтың игілігіне, олардың мұң-мұқтажын шешуге жұмсайды. Оның іс-әрекеттері Сибан руының өмірін түбегейлі өзгертіп жіберді. Ол кедейлерге үй мен мал беріп, жоқшылықты жойды. Тіпті егіншілікке соқа сияқты жаңа құралдарды енгізді. Сөйтіп халық оны Есенейдің әйелі емес, елдің шынайы Есенейі, яғни нағыз көшбасшы деп танып бастады. Бірақ уақыт бір орында тұрмайды. Есеней дүниеден өткеннен кейін Ұлпанның көшбасшылығы мен тағдыры ең үлкен, ең ауыр сынаққа тап болады. Сырттан қауіп күшейеді. Көршілес керей уақ руларының билері Есенейдің өлімін пайдаланып қалмақ болады. Олардың мақсаты Сибанның байлығын иемдену және Ұлпанды әмеңгерлік салты бойынша өздерінің біріне күштеп қосу. Олардың ішкі ойы қандай еді дейсіз ғой? Қызғаныш. Иә, кәдімгі қызғаныш. Өзге рубасылары Ұлпанның даналығы мен ықпалын көре алмайды. Бір әйелдің өздерінен асып түскенін қалай мойындасын? Ал Ұлпан ше? Ол оңай беріле сала ма? Әрине жоқ. Орыс чиновниктері қатысқан үлкен жиында ол тарихи сөз сөйлейді.
Ол жас қыздарды ерте тұрмысқа беруге, әмеңгерлікке, жесірдің мүлкін тартып алуға осының бәріне ашықтан ашық қарсы шығады. Ол ешкімнен, ешқандай салттан қорықпайтынын көрсетеді. Бірақ ең маңыздысы мынау. Басқа біреулер Ұлпанды олжар ретінде бөліске салып жатқанда, оның өз халқы Сибандар одан теріс айналмады, керісінше оны қорғады. Нәтижесінде не болды? Ақсақалдар оны Сибанның бағы, әулиесі десе, жастар тіпті атын атамай тек үлкен апа деп атайтын болды. Осылайша Ұлпан күшпен емес даналықпен, қамқорлықпен халықтың ұлы анасына айналып, елдің жүрегінен мәңгілікке орын алды. Бірақ өкінішке орай, оның қоғамдағы жетістіктері қаншалықты зор болса, жеке өмірі соншалықты қайғыға толы болды. Енді оқиғамыздың ең мұңды беттеріне көшейік. Оның ең үлкен арманы, ең үлкен қайғысы неде екенін білесіз бе? Бала сүйе алмауы. Бүкіл елдің анасындай қамқорлығымен ол өмір бойы ана болу бақытын аңсап, бір сәбидің иісіне зар болып өтті. Тағдыр оған одан да ауыр соққылар дайындаған екен. Ол өмір бойы баласыз өтті. Асырап алған жалғыз қызы Бежіккені өз баласындай мәпелеп еді, бірақ одан да айырылып қалды. Сөйтіп Ұлпан қартайған шағында мүлдем жалғыз қалды. Артында мұрагері болмады. Жазушы Ғабит Мүсіреповтің өзі Ұлпан туралы жазған мына сөздері оның бүкіл трагедиясын ашып беретін сияқты. Бұл сөздер оның заманынан озып туып, бірақ арманы толық орындалмай кеткен ұлы тұлға екенін дәлелдей түседі. Сонымен осы талдаудан кейін ойда бір сұрақ қалады. Өз заманынан озып туған жаңашыл адамдардың тағдыры әрқашан осындай қиын болуы керек пе? Бұл сұраққа ойланып көруге тұрарлық, солай емес пе?